Profesör Doktor Tatlıgül Kartayeva. Tatlıgül Hanım bize Kazak halkının kadim ve modern kültüründe kurdun yeri. Құрметті қауым, осы конференцияны ұйымдастырған түрік ошақлары ұйымына мен зор алғысымды білдіремін. Түрік елдерінің, түрік мемлекеттерінің, түрік халықтарының символы болған қасқыр, бөрі, құрт, бұл символ барлығымызға ортақ, сондықтан бізді бұл ғылымда да барлығымызды, бірлігімізді арттыра түседі. Енді менің ұсынып отырған тақырыбым қазақ халқының ескі және қазіргі мәдениетіндегі қасқырдың орны тақырып тұр. Сіздерге мен тек қана қасқыр жайында зерттеген археологтардың жаңалықтары өте көп ашқан, бірақ мен сіздерге тек қана өзім жұмыс жасайтын бөлімдегі біздің жұмыс тобымыздың жаңалықтарын ғана айтқым келіп тұр. Бұл ең көне петроглифтердің бірі, тастағы суреттің бірі. Бұл жерде арлан қасқыр менен аңшының айқасы, екеуінің арасындағы шайқас. Аңшы менен қасқырдың арасындағы, аңшы садақта. Яғни бұл қасқырға аңшылық ерте кезеңде тек садақпен болды. Ал енді садақпен атып алу қасқырдың санын реттейді. Мүмкін сіз аударып отырасыз. Енді бұның дүние танымы өте көп. Мен сіздерге қысқа ғана бір мәселені айтайын. Бұрынғы кезеңдегі аңшылар, ерте кезеңдегі ерте түріктер, мына сакалар, бронза өнімі дейік, олардың барлығы қасқырды тек қана есеппен ғана алған. Мысалы, садақ атқан кезеңде ол бір қасқырға ғана түседі садақ. Бір садақтың оғы бір қасқырды ғана алады. Қалған қасқыр аман қалады. Ал енді қазіргі кезеңде вертолетпен аулайды, шанамен аулайды, мылтықпен аулайды. Қазіргі кезеңде қасқырдың саны азайған. Біз қазір келеміз бұл тақырыпқа. Енді келесі жүргізе беріңіз. Бұл Ашина. Алматының жанында Аққайнар деген шатқал бар. Сол Аққайнар шатқалынан біздің жұмыс тобы құжаттадық. Бұны Ашина деп құжаттадық. Ерте түрік кезеңі. Ерте түрік кезеңі, еркен түрік дөнімі. Бұл енді сақталуы нашар, анық көрінбейді, бірақ біз бұған компьютерлік диагностика жасаған кезеңде бірнеше рет тексердік. Бұл жерде Ашина екі баланы емізіп тұр, және де алдыңғы екі аяғында да баланың кейпінде салынған. Өте мына мифологиялық тұрғыдан өте керемет бір суреттің бір. Келесі жүргізе беріңіз. Aşina'nın iki yavruyu, iki insan çocuğunu emzirdiği görünüyor ama bu çok açık olarak tespit edilemiyor. Biz bilgisayarlarla yaptığımız çeşitli düzenlemeler sonucu o görüntüyü burada gösterdiğimiz hale getirmeyi başardık dedi. Benim makalamның конусымен айны бір projemiz болды. Қазақ халқының күлтүріндегі көпек ве курттың ролі атты projemiz болды. Ол projede ben başkanlık yaptım. Осы proje тарапындағы документацион yapқан біздің зерттеулеріміздің аясында ғана benim конусым. Бұл жерде бөрілі байрақ, біздің байрағымыз, байрақ, түріктерде бөрілі байрақ деген байрағымыз бар. Осы біздің жұмыс тобы, басқа да археологтар бөрілі байрақты біз кая ресимлерінен документацион яптық. Бұл кая ресимі бөрілі байрақтың. Бұл соның компьютерлік суреті. Енді осы тастағы суреттерге қарап, байырғы түркілер байрақты деріден және кенеп деген мата бар. Сол екеуінің бірінен жасаған, бір түрін. Яғни теріні бөрінің аузы сияқты кескен, мынадай пішкен теріні, оны таяқ ағашқа қадаған, солай ұстап жүрген. Ал енді тері ол тез бұзылады. Археологиялық қазбадан бөрлі байрақ деген тері табылған жоқ, себебі тері ол қабатта бұзылып кетеді. Мата да сондай. Органикалық материалдар археологиялық қазбаларда қалмайды. Ama ол taста tur. Bozulduğu için kurt motiflerini çok güçlü bir biçimde göremiyoruz. Çok yoğun bir biçimde bulamıyoruz. Ama kaya resimlerinde kurt motifleri kaldığı için
bunları ortaya koymak, göstermek imkanı buluyoruz. Бұл ресемдер Алматыға жақын жерде, біздің Жетісу тауларында, Ойжаулайды деген шатқалда. Келесі. Bunlar Almatı yakınındaki bir yerde, İcedi Dağ denilen yerde. Бұл реконструкцион, бұндай да байрағымыз oldu деген болжам. Бұл болжам, бұндай да байрағымыз oldu деген. Құрттың бас сүйегін ағашқа қадап, оны кендір жіппен байлап ұстат деген бір болжам бар. Тағы бір болжам. Ал енді мынау реконструкция, ал ең соңғы ресим Анкара этнографиялық музейінде. Екі құрт бар, байрақ басы. Бұл ең соңында, сіздерде Анкара музейінде. Ал енді бұл біздегі кая ресимі, бұл да өте ескі. Бұл енді ерте түрік кезеңіне дейінгі, бұл Сака дөнемі. Бұл жерде екі қасқырдың бір-біріне шайқасып тұруы. Бұлар адам да болуы мүмкін, себебі біз әскерді, жануарды бөрі дейміз. Күлтегін жазуында да әскерді бөрі деп айтады. Бұл жерде екі батырдың айқасы бейнеленген деп те танысақ болады. Мына мифологиялық тұрғыдан екі қасқырдың шайқасы. Бұл Аққайнар шатқалында, бұл да Алматыға жақын. Бұл бір шатқалдағы екі түрлі сурет. Яғни бір кезең бір адамның да қолынан шығуы мүмкін, әртүрлі адамдардың да қолынан шығуы мүмкін, Сака дөнеміне айт. Енді келесіге бара берейік. Тез мен көрсетерім, мен қарай. Бұл жерде де біздің Казақстандағы бұл Қара Шағыл деген шатқалымыз бар, Еспе деген шатқалымыз бар. Ол да Алматыға жақын, сол жердегі ресимдер. Ал енді мына ресим, бұл үлкен қасқырдың суреті бұрын белгісіз болған, былтыр ғана 12 жылда полигоннан алдық. Полигон, Атар деген жер бар, Отар деген жер, ол жерде әскер полигоны, ол жер капалы, жабық жер. Сол жерден біз рұқсат алып, әскери министрлігімізден рұқсат алып зерттеуге бардық, ол жерден таптық bunu. Daha önce askeri atış alanı olduğu için herhangi bir şekilde araştırma yapma imkanı yoktu. Bu resmi tespit etmek için o bölgede araştırma yapmak üzere özel izin almışlar ve o özel izin sonunda yaptıkları araştırmalarda bu resmi ortaya çıkarmışlar. Келесі. Бұл ресим çok önemli. Bunun аналогы ешбір жерде жоқ. Бұл sadece тек Казақстанда, Алматыға якын жердегі Аққайнар деген үлкен бір шатқал бар. Ол шатқалдың Мәтібұлақ деген бөлімі бар. Сол Мәтібұлақ бөлімінде бұл ресимнің аналогы ешбір жерде жоқ. Екі қасқырды бір қасқыр адамның қамшылап келе жатырғаны. Бұны бірінші кезеңде біз қасқыр адам, ликантроп, мына жерде курт инсан. Біз алғашқы кезеңде курт инсан деп документацион яптық. Бұны курт инсан деп, бұл екі курт. Компьютерлік диагностикадан қараған кезеңде бұл төбетке де ұқсайды. Төбет инсан. Төбет деген генелексел біздің итіміз бар, көпегіміз бар, сіздерде кангал бар, ақбаш бар, ол гибе. Біз оны бөрі басар деп те айтамыз. Бөрі басар. Ал енді екі бөріні басып келе жатырғанына қарап, біз бөрі басар инсан болуы мүмкін деген документацион яптық бұған. Ал бірақ бұл фотоның бұл ерекшелігі екі қасқырды арбаға жегіп келе жатыр. Қасқыр арбада адам қасқырды алып келе жатыр. Бұл біздің бұл символдық мәні өте жоғары, яғни қасқыр адамды алып келе жатыр. Бұл біздің генелексел арабамыз. Келесі. Burada muska кирпич. Burada muska кирпич орта езыл орта езыл архитектурасында бұл Алаша хан, біздің ханымыз бар, Алаша хан мазары. Бұл Алаша хан мазарындағы кирпичте, керамик кирпичте бөрінің ізі керамик кирпичі бар. Бұл сарайшық, орта езылық шекеріміз бар, сарайшық. Tuğla'da kullanılan kurt pençesi. Сарайшық Алтын Орданың башкенті олған, ол сарайшықтан табылған муска кирпичтер. Burası Қазақстанның орта езілік шекерлерінің әрқайсысында. Мына ең соңғы ресим Бузоктан, бұл Баршынкент Қышқаладан
бұлынған кирпичтер, керамик кирпичтер, бұлардың хепісі муска кирпич. Муска кирпичтерді қалаған кезеңде, тұмар кірпіш қой, тұмар кірпішті қалаған кезеңде кірпіштер былай қаланады ғой. Ал енді тұмар кірпіш, муска кірпіш былай адамға қаратып қаланады. Қандай мақсатпен? Қазір айтам, муска бұл символ, қасқырдың ізі арқылы, қасқырдың ізі де бізге символ болған. Қазір келесі де көрсетем, бұны насыл япты, қалай жасады. Келесі. Мына қасқырдың ізі, бұлар енді қасқырдың ізі. Мынау үстірт деген бір еріміз бар, чөл бөлге. Сол чөл бөлгедегі қасқырдың ізі. Бұны қарасаңыздар, бұл бір арланның ізі олса керек. Бұда арасы ұзақ, ең үлкен із. Бұл Қызылқұмда, бұл да бір чөл бөлге. Мына Доңызтаудан алынған із. Ал енді муска кирпичті насыл япты. Оның екі жолы бар. Бірісі жаңбырдан кейін, жаңбыр жауады ғой. Жаңбыр жауған кезеңде, жаңбыр жауғаннан кейін қасқыр басып, жер қатты болады, жаңбыр жауғаннан кейін қасқырдың ізі қалса, ол жерді ойып алып, сол күйінде отқа қыздырған. Отқа қыздырғанда содан кірпіч япты. Ал екіншісі мынадай топырақтан алынбайды. Топырақтан бұл алынбайды. Бұл топырақта. Ямурдан соң дейіл, бұл топырақта. Бұл топырақтағы ізді ала алмайсың. Топырақ шашырап кетеді. Сол себептен кірпішті жасап алады. Жасап алғаннан соңыра қалыппен басады. Бұл қалып кебе. Мына қасқырдың табанын аңшылар алады. Аңшылар қасқырдың табанын алады. Сол табандыдан қолмен жасайды. Бұл қасқырдың табаны қалып печат типінде болған. Мүдір. Қасқырдың табаны мүдір типінде болған. Келесі. Енді тез өткізейік. Бұл біздің археологиялық есерлеріміз. Бұлар мына соңғы суреттердің барлығы ерке түрік дөнеміне айт. Ақтөбеден табылған соңғы 3 сурет. Ең соңғысы қашық, бұл кемік қашық басында. Бұлар ұштамалар қамшыда, сүйек қамшылар. Ең үстіндегі бронз, бұл да қамшыда, бұл біздің Девлет музейімізде. Ал мынау Сака дөнеміне айт. Сака дөнеміне айт, бұл шырағдан от жағатын. Бұл жерде екі курттың үстінде арқасында тесік бар. Ол тесіктен от атеч япты. Келесі. Бұл сөслемелер қасқырдан білезік сырға. Келесі. Бұлар инсан, курт инсанлар. Бізде Таңбалыдағы курт инсан. Бұл Аққайнардағы курт инсан. Бұл енеден болынды. 12 жылда ғана біздің групп бұны açtık. Бұл курт инсанлар, бұны біз, бұл бұрыннан белгілі, ама біз бұны енеден документациясын жасадық. Бұл да курт инсан. Çok önemli kurt insanımız Аққайнар шатқалында. Денесі курт, başı адам. Bunu ғылымда біз ликантроп diyoruz. Kurt insan. Бұлар да kurt insanlar. Бұл kurt insan екісі де Құлжабасы деген тауымызда. Бұл да Алматыға жақын. Ең соңғысы Қаратау. Бұл Түркістанға жақын kurt insan. Келесі. Бұлар да курт инсанлар, бұл да курт инсан, бұны жаңа көрсеттік. Келесі. Енді қасқырды өсіру, көпек сияқты қасқыр өсіру. Бұна жерде 1913 жылғы ресим тірі қасқыр. Ана екі суретте тірі қасқырмен келіп тұр аңшы. Бұдан кейінгі. Burada да тірі қасқыр, авчылар тірі қасқырды тірі көпек gibi. Бұл жерде де тірі қасқыр. Köpek gibi үйде ұстаудың суреті, көне суреті. Burada бөлтірік алу, бұл Монголия қазақтарындағы бөлтірік өсіру, қасқырды өсіру. Келесі. Бұларда да қасқыр өсіру суреттері бар, қолда өсіру қасқырды. Бұл қасқырдан алынатын дене мүшелерінен алынған мускалар.
қасқырға авчылық бар. Мен өзім қасқыр авчылығына қарсымын. Қасқыр авчылығына рет диyorum. Аңшыларға әркез қасқырды алма диyoruz. Ama biz қасқырды менің бұл Vakitмен байланысты проблемамыз бар. Келесі. Соңғы сөзіңізді айтыңыз. Соңғы сөз келді. Соңғы сөз келді. Келесі. Burada da hepsi muska gibi қасқырдың бурасы, өңеш diyoruz biz, басы, көзі. Қасқырдың бұл жерде қақпан аңшылығы бар. Капан аңшылығы, капанмен, аңшылық капанменен. Енді соңғы сөзім қасқыр авчылығына рет олмақ керек. Бізде қасқыр авчылығына капан салуға тыйым бар, ама қасқыр лимиті бар. Оның санын реттеуге рұқсат берілген. Келесі, біз аңшылықтың әсерінен Қазақстанда қызыл курт, кырмызы курт şimdi yok. Бұрын Қазақстанда кырмызы курт олған, қазір кырмызы курт тек қана Моңғол Алтайы менен Қытайдағы Алтайда ғана қызыл курт бар. Қызыл курт Қазақстан жерінде şimdi бірде-бір тұқымы қалмады, ол yok oldu. Оның барлығы аңшылықтың кесірінен. Келесі, менің ұсынысым, аңшылар неге қасқыр аласың десе, біз хайванларымызды қоруымыз керек. Қасқыр көбейсе біздің жылқымызды алады, қойынымызды алады, хайванларымызды алады диyor. Ал енді сен малды қорығын кесе, төбет өсіруің керек. Төбет деген біздің итіміз бар. Сіздердегі кангал gibi, ақбаш gibi бізде төбет бар. Төбет өсіріп малды қорғауға болады. Ал қасқыр авчылығынан бізде қазір қасқыр азайған. Біз қазір қызыл құртты құртып алдық, қызыл қасқырды құртып алдық. Ал егер қасқыр аңшылығына тыйым болмаса, біз қазір боз құртымыздан айырылып қалуымыз мүмкін. Біз қасқырды символ дейміз, ама сол символ қасқырымызды өлтіріп, оның бүкіл дене мүшесін мускалыққа аламыз. Бірақ оны біз қасқырдың күшімен бөлсеміз, қасқыр бізді қорғайды дейміз. Ал қасқырдан да жыртқыш бар, ол инсан. Инсан қасқырдан да жыртқыш. Дұрыс. Мен ол себеп қасқырды қору керек деген шешімге келіп отырмын. Қасқыр аңшылығына рет қою керек. Бүкіл түркі мемлекеттері. Болды. Рахмет. Сау болыңыз. Бұл Қазақстандағы инсан бе қасқыр атты кітап, мен түрік очақлары организационына берем, менің кітабым.